Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді және тез дайын болатын тіске басар чеснок қосылған нанның рецебін ұсынамын. Сіздер де жасап көріңіздер. Бірінші кезекте осылай сырымызды теркадан өткізіп аламыз. Міне сырымызды дайындап болдық. Ендігі кезекте чесногымызды теркадан өткізіп аламыз. Осындай 3 тісше чеснок қолдандым. Теркадан өткізіп алсаңыздар да немесе майдалап пышақпен турап алсаңыздар да болады, өз қалауларыңыз. Негізінде осылай майдалап теркадан өткізгендеріңіз дұрыс. Содан соң осылай ыдысымызға салып аламыз. Не осылай пышақпен майдалап турап алсаңыздар да болады. Ендігі кезекте укропымызды да майдалап турап чесногымыздың үстіне салатын боламыз. Міне осымен укропымызды да турап болдық. Барлығын бір ыдысқа салып, және де үстіне бөлме температурасында тұрған майымызды салып араластырып аламыз барлығын. Енді нанымызды турап аламыз. Қандай нан қолдансаңыздар да өздеріңіз білесіздер, барлығы болады. Батон нан, лепешка, буханка. Мен буханканы пайдаландым. Уақыттарыңыз тығыз келсе, тез дайындап, жаңағыдай шай ішіп алғанға өте тез дайын болады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәм енді өте әдемі. Біреулер чеснокты ұнатады, біреулер ұнатпайды. Енді чеснокты жақсы көрсеңіз, міндетті түрде сіздер жасап көруге кеңес беремін. Міне осымен нандарымыздың үстіне жаңағы теркадан өткізген сырымызды сеуіп печкаға жіберетін боламыз. Печканы алдын ала қыздырып қоямыз. Содан соң осылай теркадан өткізген сырларымызды көптеу етіп салып шығамыз. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шықты.
ас болсын.